Jet ата деген не? Мына сомилінде ол. Білмейсің мені? Жас. Әке бала, немере, шөбере, немене, не демекші, не әңгіме ма не? Ондай нәрсе кітапте жазбаған ғой? Кәне? Не істеватсың? Айналайын, білесің ба? Қыз деген киелі нәрсені білесің ба сен? Кітапте сондай. Қызбен қалай, кітаппен солай. Қызбен қандай қарым-қатынаста боласың? Кітаппен де сондай болу керек. Не болсын? Қызбен қалай, кітаппен де солай. To depend on you. I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in her arms, I see you across the street. I can't help but wonder what's going on. Oh, you talk of love. Hey! Не істеватсың, ақмақ, не істеватсың? Ерге бері, не істеватсың сен? Жүр кітапханаға. Алдарыңызда екі чиновниктің әңгімесі. Құрметті жерлестер, мына Қазақстанда шенеуніктің саны көбейе берсін. Олардың саны неғұрлым көп болған сайын Арасында біреуге туысқаным жоқ қалмайды. Дұрыс. Ал дәл осы кезде Астана қаласының бір бұрышында Құрметті депутаттар, жиналыс басталып қалды ғой. Құрметті көрермендер, өздеріңізге белгілі адам баласы дүниеге адам болып келгеннен кейін адам өзі екіге бөлінеді ғой, білесіңдер ма? Еркек пен әйел болып. Сол еркек пен әйелдің арасындағы дау осы күнге дейін бітер емес. Ол дауды бүгін Жәнібек пен Марат шешеді. Сонымен кім дау, кім қораз? Табақ! Аман жоқ, қораз.
Сонымен еркектің құқығын Жәнібек қорғайды, әйелдің құқығын Мараткүл қорғайды. Сонымен бірінші раунд басталды. Ал басыңыз айтысты. Дүниеде ең мықты еркектер кән еркектер? Еркектер? Пешпау! Қыздар! Әтте! Көрдің ба? Жыртылған жай қалайды. Айтсамыз ба, онда алысқа бармай қояйық. Еркекте бар нәрсе, әйелде жоқ. Әйелде бар нәрсе, еркекте жоқ. Мен ақылды айтып жатырмын. Ақыл ма? Сен біле білсең, нағыз мықты адамдар еркектердің арасынан шыққан. Кім? Есен Ерекеннен басқа кім ол? Ал әйелдердің арасынан кім шыққан, айтшы соны? Дариға Назарбаева. Ей, оның әкесі кім? Оның әкесінің әйелі кім? Сен білесің ба? Біз әйелдер кір жуамыз, үй жинаймыз, кір үтіктейміз. Ей, соның бәрі кімдер үшін? Ал енді жарнама. Кечей! Біз бар ба, біз екі қабат болған кезде радионда 9 ай жатып қиналамыз. Кімнің арқасында? Сен біле білсең, әйел затшы өте адал, пәк сезімді, күнде жуынбаса жүре алмайтын тап-таза жандар. Ал біз еркектер! Маймыл! Сен сияқты маймылдар, бұттарында камаш, кигендері юбка, шаштарын битеп өсіріп алған, қолдарында маникюр, барған сайын қыз секе болып бара жатыр. Кім айтты оны? Айбай, маникюрым. Міне, қайырседің әдемі ғой. Қарам біліп алмақшысың ба? Ал бізде Фариза Оңғарсынова бар. Ал бізде Мұхтар Шаханов. Мақпал Жүнісова. Заманбек Нұрқаділов. Заманбек Нұрқаділов әнші емес. Мақпал ғайып бар, еркектің жұмысына араласа бермесін. Сен Троя киносын көрдің ба? Көрмедің ба сен? Сен бірінші нервің сүрт басады, жап-жасыл болып тұрған нервің сүрт басады. Менде де бар екен бай. Сен көрдің ба Трояны? Көрдің ба? Көрдім. Білесің ба, Троя кімнің арқасында не болған? Сол кино білесің ба? Әйелдің құдіреті, әйелдің әдемілігінен болған о соғыс. Сен соны айтпақшысың ғой, бүткіл еркектер ақмақ, бір әйел үшін таласып, бүткіл соғыс болып, Троя мемлекеті жоқ болып кетті деп айтпақшысың ғой. Олай емес, ол ат үшін болды. Ат? Ана еркек аттың не қатысы бар? Ат айғыр. Сен білесің ба, біз әйелдер бейбітшілік бесігін тербеткен адамдармыз. Ал сендер соғыс ашып мемлекеттерді қырған жігіттерсіңдер. Шыңғысхан, Наполеон, Гитлер, Джордж Буш, Усама бин Ладен, Асқар Ақаев сұмыра үйге әлі келген жоқ. Дәл осы фактіге еркектердің жауабы жоқ болатын. Сондықтан есеп 7-10. Әйелдер алда. Мен келіспеймін. Еркектер бәрібір күшті, міне. 15-10. Еркектер алға шықты. 20-10. Әйелдер қапырадым. 25-10. Рахатынай. 40-20. Әйелдер алды. Бұның бәрі арамдық. Ажырасам мен, түсіндің ба? Ажырасам. Тұрмай мен сен бірге. Тұрма. Мен тұрайды деп отырайым жүдеп. Тұрмар деді ғой сен, тұрмай мен сен. Ажырасам мен. Құра. Төркініңе құра. Өзің қой басаған. Өзің қой. Сен қой.
Мінекей құрметті көрермендер, өзіңіз көріп отырғандай әрине әйелдерсіз